Үнді халқы. Так, балалар, қазір үй жұмысын мен сіздерден word wall әдісі бойынша сұраймын. Жарай ма? Ол яғни барабанды айналдыру арқылы. Кімнің атына келіп тоқтайды барабан, сол оқушы орнынан тұрып үй жұмысын айтады. Түсінікті ме? Елизавета. Шөп. Қалай аударылады? Шөп. Трава, да? Жақсы, жарайсың, Елизавета. Балалар, бүгінгі жаңа сабағымыз тақырыбы бұл менің туған күнім. 26-шы, 27-ші бетті ашамыз. Менің туған күнім. Ал тез жазып алайық. Яғни балалар, бүгінгі сабақтың мақсаты сурет бойынша сөйлем құрайды, тақырыпқа қатысты сөздер мен сөз тіркестерін қолданады. Сөз тіркестерін қолданып әңгімелейді. Бүгінгі сабақтың жаңа сөздері. Жаңа сөздер: балмұздақ, мороженое, сыйлық, подарок, ашық хат, открытка, туған күн, день рождения. Осы жаңа сөздерді жазып аламыз. Записываем домашний задание. Бірінші тапсырма оқулықтағы назар аударамыз бірінші тапсырмаға. Менің туған күнім мәтін. Қазір осы мәтінді балалар мен сіздерге аудио арқылы тыңдатамын. Яғни мәтінді тыңда, суретке қара, сұрақтарға жауап бер. Қазір мәтінді тыңдаймыз мұқият. Тепке Айзерені туған күнімен құттықтады. Лейсан оқы. Біз Айзереге сыйлық жасадық. Балалар, бүгін кімнің туған күні? Айта олайса. Дұрыс. Толық жауап береміз. Бүгін Айзеренің туған күні. Жақсы. Келесі, достары қандай сыйлық жасады? Айта отан. Тәмин айта ғой. Балалар, қазір біздер тарсия әдісі арқылы мынадай сіздерге кескіндерді, мынадай фигураларды сіздер кішкентай қағаздардан жинап өздерін құрастыру керексіздер, Мынадай міне кескіндер берілген сіздерге қағаздардың. Осы кескіндерді сұрақ пен жауапты сәйкестендіріп, мынандай фигура шығару керексіздер. Яғни бірінші топ бізде мынадай фигура шығарады, екінші топ пирамида. Пирамида шығарады. Ал, дайынбыз ба? Ал, бастаймыз, ал. Это невозможно, я не могу. Адасқан әріптерді біздер сөз құрауымыз керек адасқан әріптерден. Сөз құрастыруымыз керек. Ал, мынау қандай сөзге жатады? Мынау. Сурет, үйрен, домбыра, тарту, үйірме, тазала. Қайсысына келеді мынау сөз? Домбыра. Дұрыс, домбыра. Выходилсің. Шық. Нажми, где домбыра. Нажми домбыра, где? Дұрыс. Жарай. Балалар, қазір келесі тапсырма. Бұл яғни криз элементтері. Яғни біз аңғарды өттік сіздермен, Қазір мен сіздерге мына тапсырманы беремін. Осы тапсырмада аңдардың кескіндері бар. Сіздер осы кескіндерді толықтыру керексіздер. Толықтырасыздар,
және бұл не? Аңның атын мына жерге жазасыздар. Түсінікті ме? Иә. Так, сенің атың кім? Елизавета. Бұл не? Бұл не? Қоян. Сенің атың кім? Сенің атың кім? Мен атым Айдана. Бұл не? Бұл не? Бұл қоян. Иә? Балалар, бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті ме? Иә. Өте жақсы.